қуанышта шек жоқ. Мен өзімнің инвалид қызым бар, әріп неде тұрғанда. Сол қызымды жасыруменен келдім. Көзіме жасты алып келдім, білдіртпейді келдім. Кеше осыны бір күн бірін бізге айтты, 15 күні ертең келесіздер деп. 16 күні түнгі таңға дейін ұйықтай алмай шықтым. Қандай береді екен, не болады екен деп. Рахмет, шүкір, әйтеуір өзіміздің ойымыздағыдай үй берді. Бала шағаларым да қуанып отыр. Әрқайсы уже өздеріне комната таңдап. Жаңа жыл келатырмыз ғой алдымызда. Сол жаңа жылда жаңа үйде құтты үй болсын деп. Енді соған дайындық жасап қуанып отырмыз отбасымызбен бірге. Мен осы жерде 20 жылдан бері тұрып келе жатырмын Астанада. Үй кезегіне тұрғаныма 12 жыл болды. Әйтеуір бала шағамыз несібесі шығар, әйтеуір күткеніміз орындалды арманымыз. Мен Батырана есебінде алып отырмын. 4 бөлмелі үй алып отырмын, 110 квадрат. Елбасына, әкімізге, Астананың әкімі Күлгенов мырзаға, Алтай Күлгеновке рахметімізді айтамыз. Әйтеуір бізді ескеріп елеп осында үй беріп отқанына мыңда бір алғыс айтамын. 10 балам бар, 7 қыз, 3 ұлым бар. Өте қуаныштымыз. Көп балалы ана болып, жаңа 2010 жылы кезекке тұрғам. 10 жыл күттік, кеше ғана кілтті берді. Өте қуаныштымыз, бақыттымыз деуге болады. Балалардың да, өзімнің де, жаңа отбасымыздың арманы орындалды. Қиын қыстау кездерде болды. Дачаларды жалдап келдік осы күнге дейін. Жақсы үй, жылы, мектеп жағында бәрін ыңғастырып бергеніне шүкір айтамын. Являюсь матерью 5 детей. С 2011 года мы стояли в очереди как многодетная семья. И это долгое ожидание было нам предоставлено, собственно говоря, в канун праздника, такого хорошего праздника, Дня независимости. И, соответственно, вчера, когда нам вручали наши заветные ключи, дети здесь прыгали, радовались, и эмоции переполняли, что хочется еще неоднократно и много раз поблагодарить. Бесконечное счастье, которое исходит из детских лиц, ожидание когда и когда, это, конечно, непередаваемо.